Айта бер. Бағанадан айтқаныңыздың ешқайсысы қосылмай қапты. Қосылмай тұр ма әлі? Көрінбей тұр. Қосылды, запись деп жазылып тұр. Жоқ, нені айтам? Енді қосылды ол экран. Бағанаға айтқандарымыз естілмей қалған сияқты. Әлі көрінген жоқ па? Анау көрінген жоқ па? Көрініп тұр. Бағанаға, мына қараңдар, мен мына жерге қойдым. Көрініп тұр ма мына жерге қойғаным? Мына жаңа жоқ болатын, мен қойдым. Мысалы, бір айдан алдым ғой, жаңа аудионы тыңдадық қой бәріміз. Енді қараңдар. Мен мына жерге екінші әдебиет деп қоямын. Мына менің екінші әдебиетім. Неге мен екінші әдебиет? Бірінші әдебиетім менің Абай болған. Міне мынау. Мынау Абай. Өйткені мына жерде толық адам туралы айтылады, жазып қоямын деп мен жазып қойдым. Енді жылы жүрек туралы бұнау тағы да, мына қараңдар, мен мына жерге тағы да жылы жүрек туралы әңгіме айтатын болсақ, мен мынаны копировать етем де, осы жерге тағы да 2 деп қоям, 1 деп қоям балалар. Себебі мына ой мына жерден алынды. Бірінші әдебиеттен алынып отыр. Көрдіңдер ме? Мен мынаны басқа беттен алуым мүмкін. Мысалы, мен мынаны Абайдың бір кітабынан аламын да. Мысалы, ол мысалы 38-ші бетте болуы мүмкін. Көрдің ба? 22-ші бетте болуы мүмкін. Енді мынау тура сол әдебиет, бірақ ол қай беттен алуы мүмкін? Тура сол әдебиет, бірақ ол бағанаға айтқанда 128-ші беттен алуы мүмкін. Көрдің ба? Екеуі де бір әдебиет, бірақ әр беттен алып отырмын. Түсініп отырмыз ба? Енді мына менің мысалы аудиозаписім, бір айдан тыңдаған аудиозапис 2. Көрініп отыр ма экраннан? Балалар, көріне ма? Көрініп тұр, апай. Көрініп тұр. Енді қараңдар, мысалы мынау 2. Бұл 2 не? Бұл 2 менің аудиозаписім. Бағана Абырайдан алған. Енді Абырай Алтынсарин асыл шөп, сабырлық. Сабырлық туралы айтады. Маған не үшін сабырлық керек? Осы жерде мен жазамын. Мына жерде мен жазып кетемін. Кімнің? Яғни Батиманың несі? Үлкендік. Абай айтқан үлкендік. Абай айтқан үлкендік. Осы әңгімеде сабырлық деталі асыл шөп арқылы көрініс табады. Көрдің ба, менің баяндаушым қалай аяқталып тұр. Нүктені мынаған қоямыз. Міне. Көрдің ба? Енді шын мәнісінде мен қазір 2 деп қойғаннан кейін 2-ні мен ашып кеп қаламын да тыңдап көрем. Сонда сабырлық деталі асыл шөп арқылы көрініс табады дедім. Көрдің бе? Мен ойды түйіндедім балалар, осы сөйлем арқылы. Көрдің ба? Маған қажетті болды мына жердегі ғалымдардың айтқаны бойынша, Абайдың айтқаны бойынша. Түсініп отырмыз ба? Мен әйтеуір бір әдебиет тауып алдым. Міне. Енді ары қарай көреміз. Осы түсінікті ма детальдарды қалай алатындығымыз? Айдана. Қанатова. Түсінікті. Енді көреміз. Абайдың 45 қара сөзінің өлеңдерін салыстырып, қай өлеңнен, қай қара сөзінен жалғастырып, толықтырып, толық адамды береді. Ол жүйеленбеген әлі. Мысалы, әлі зерттеушілер зерттеп қараса да бір жағын ғана зерттеуі мүмкін да. Сондықтан да сіз мысалы жаңағы толық адам, жетілген адам деп тұр ғой, 45 қара сөзін аласыз, 200 өлеңді аласыз. 200 өлеңді алам, бір қолыма қара сөзді алам, бір қолыма 200 өлеңді алам мен. Сөйтемін де мен іздеймін. Толық адамның ережесін,
сабырлы, ақылды, ол деген үлкендік мінез болу керек деймін да. Бүйтіп қойып қоямын да, кітабымды бүйтіп қоямын да, тез арада іздеймін. Қара сөзден іздеймін, оқып отырып іздеп табамын. 45-ші қара сөзінде үлкендік туралы әңгіме бар болатын болса, сол үлкендік деген жерде мен алып алам. Сөйтемде екеуін қиюластырып жазам. Айтам, Абайдың немене жасында ғылым бар деп деген өлеңінде, сөйтем детім 45-ші қара сөзінде келтірілген үлкендік деген сөзінен екеуін салыстыра отырып, Абай толық адам идеясының жетілудің функциясын береді. Оның себебі мына қара сөзде келтірілген жаңағы 35 рет кездесетін жыл жүрек деген деталі қара өлеңде келтірілген 15 өлеңде табылады. Көрдің ба? Сөйтемде мен 15 өлеңнің атын жазам. Мына өлең деймде, бір мысалды келтіріп қоям өлеңнен, бір мысалды келтіріп қоям қара сөзден. Түсініп тұрсыңдар ма? Міне, мен қазір толық адам функциясын жасайтын болса Абай, мен соны іздестіріп, бір-бірінің ішіне қосып жазам. Мен неден жаздым деген сұрақ. Мен қара сөзден алдым, мен неден алдым? Өлеңнен алдым. Түсініп отырмыз ба? Сөйтемін де, мына қараңыз. Міне Сауытай 30-ші қара сөзде, 21-ші қара сөзінде де ар, иман, жылу, махаббат, жүректің кірлеуі, жүректің тазаруы, жігер, қанағат, рақым деген толық ізденіс жасайсыңдар. Енді тура осылай мен Ыбырайға келем, балалар. Ыбырайды мен қараймын да, жаңағы толық адамның бір ғана Бәтима образы, сол кездегі құрбыларын тәрбиелейтін, құрбыларына ақылшы бола алатын, былайша айтқан кезде не болып тұр? Үлгі болып тұр, сол кездің заманында. Ал бүгінгі заманда Бәтима бар ма? Бәтима бар ма сөйтіп айталатын қыздар, жігіттер, Айдана? Садыржан, бірен саран деп айтар едім. Неге? Ондай батырлық. Айдана. Ондай батырлық қазір жиі кездесе бермейді деп ойлаймын. Ой, батырлық деп айтып тұрсың ба соны? Жоқ, батырлық емес. Ақылдылығы. Дұрыс сөзді таңдамадым да. Сол қазір көп кездеспейді деп ойлаймын. Бетіңе өтірік айтпайын. Лақтырып жіберіп айтады ғой. Көзіңді бақыр айтып қойып. Сен сөйткенде, не бүйткен деп. Көрдің ба? Бүгінгі мінез, бүгінгі астарлап айту, бүгін жоқ қой, жоқ. Тұр жалаңаш. Сөздің сыртқы формасы жалаңаш қазір. Қазір меңзеп айту жоқ. Біреуге үлгі көрсетіп барып жасап, соны айту жоқ. Қазір осыдан айырылып қалдық. Қазіргі Бәтималар ондай емес. Мен де тіке айтам. Мөлдірде қатырды. Көрдіңіз ба? Ал қазақтың қыздары бір Бәтимадай болу керек. Бір Бәтимадай ана болу керек. Бір Бәтимадай құрбы болу керек. Бір Бәтимадай дос болу керек. Бір Бәтимадай жар болу керек. Ал бүгінгі психология қандай? Бүгінгі психологияның нервісінің барлығын сырты ашылып қалған, құр қан шашырап тұрған уақыт қазір. Қанның сыртқы қабығы жұқарып кеткен. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бүгінгі осы тұрғыда мынандай нәрселерді айтады психолог ғалымдар. Абай өлеңдерінде кездесетін сорлы жүрек, ыстық жүрек, таза жүрек, кірленген жүрек 33 рет көрсетіледі екен. Ал Ыбырайда сабырлық неше рет кездеседі аудио өлеңдерінде, аудио жазбаларында. Көрдіңіз ба? Сондықтан да Ыбырай шығармаларындағы үлкендік мәселесі, Абай шығармаларындағы үлкендік мәселесі деген үлкен эссе жазсаңыздар болады. Сіздің еркіндігіңізде қалай қалқимын десең де, қалай балтимын десем де, мен еш шектеулік қоймаймын. Сіздің деңгейіңізге байланысты кез келген жазылатын шығарма
кез келген жазылатын ғылыми есе сіздің еркіндігіңізде. Көрдіңіз ба? Қай жағына қалай сүңгісең де ол үшін оқу керек болып тұр. Коротинаны оқу керек болып тұр. Былай деп айтады Коротинада. Мынандай деп айтады. Поведение должно быть означено целью исследования, указаны его задачи, компоненты 5 или 7. Однако есть работы, построенные иначе. В них продвигается гипотеза и сразу же формируется тезис. Основные утверждения автора. Вот мы сейчас на этом и работаем. Көрдіңіз ба? Біз бірден кіріп кеттік мәселені шешуге. Көрдіңіз ба? В таком случае цели задачи обычно не пишут, особенно в небольших текстах. Статья или курсовой. Такая структура характерна для научных статей. Однако тезисы и гипотезы могут формироваться также в ведении диссертации. Подробно мы говорим об этом в параграфе 4-7 іздептап, 4-8 іздептап. От выбора того или другого компонента зависит композиция работы и тип аргументации. Постепенно восхождение от эмпирических данных к выводам, как в случае достижения цели. Проверка выдвигаемого предположения в таких случаях гипотезы или доказательства готового тезиса в случаях главного утверждения. Міне, біз қазір осыны алып отырмыз. Біз өзіміздің мақсатымызға толық адамға жеткізіп алу үшін біз Абай шығармасы мен Ыбырай шығармаларын бір-біріне кірістіріп отырмыз да, бүгінгі Батималардың образын іздеп отырмыз. Демек, бүгінгі таңда біздің Батима қайда кетіп қалды? Батима неге жоқ? Батима образын қайықтан табам мен қазір? Неге біздің қыздарымыз Батима болмай қалды? Неге Злиха болып кетті барлығы? Көрдіңіз ба? Сондықтан да бүгінгі таңның Злихасы, бүгінгі таңның Батимасындағы ішкі жан дүниелерінің кірленгендігі, жүректерінің таза еместігі, саналарының кірлегендігі, одан кейін былай деп айтады. Психологияда мынандай нәрсе бар. Психологияда да ойды қабылдаудың соционикада 16 түрі бар екен. Ол интервенттер, мына жерде экстравенттер емес, экстравенттер, экстравенттер, соң амбиверттер, тағы басқа ойды қабылдауға байланысты екен. Көрдіңіз бе? Ойды қабылдау, ой қабылдау. Адам кез келген нәрсені қабылдаған кезде ойды сіз интервентсіз бе, экстравентсіз бе, амбиверсіз бе, жаңа біреу айтып қойды ғой, мен бірден ұрса салам, бірден тік айта салам деп. Көрдіңіз бе? Демек, ойды қабылдаудың 16 түрі бар екен. Ал Ыбырай мен Абай ой қабылдаудың 16 түріне тоқталмайды, жалпы тоқталады. Көрдіңіз бе? Ал біз жалпы айтуымыз керек. Сондықтан да сіздер психологиядағы ойды қабылдаудың 16 типіндегі адамды іздеп табуын керексің. Егер сіз сол ойды қабылдауы 16 типтегі адамды тауып, ол неге олай ойлайды деп ой жүгіртіп көретін болсаң, сіз оны тағы да зерттеп аласыз. Ол тағы бір қыры. Түсінікті ме? Сөйтесіңдер де мен айтамын. Ахмет Байтұрсыновтың мынау адамның санасындағы ес деген ұғым болатындығын айтады. Осы жерде сізге бейдеп айтып отыр ғой. Не зависится, дейді, от композиции работы, дейді. Все зависится от эмпирических данных выводами. Сіз қандай эмпирикалық өзіңіздің базаңыздағы қаншалықты сіз шығармашыл бола алдыңыз? Сіз қаншалықты қиялыңыз ұшқыр бола алды? Сіздің қиялыңызға байланысты, санаңызға байланысты. Содан өзіңіз қорытынды жасайсыз. Біз қазір бәріміз қорытынды жасап отырмыз. Біздің Батималардың есі менен ұғымы қандай деп. Енді Батималарды Ахмет Байтұрсыновқа салып көрейік. Дейді. Адамда ес деген нәрсе болады екен, біліп алыңдар. Оны біз білеміз. Сіз психологсыз.
Сіз де осы туралы айтасыз. Неге бала саны аз, нағып дұрыс бала қатыспай отыр? Кім қайда? РДГБ-ға шақырыңдаршы, РДГБ-ға кірсін. Елжас, Айсу. Қазір апаймен жіберіп жатырмын. РДГБ кірсін. Олар бағана сабақтан келді ғой, енді кірсін. Енді қарап көріңдер. Ахмет Байтұрсынов былай деп айтады. Яғни естің екі жағы болады екен. Естің. Ол біріншісі дейді, қандай жағы? Біз дүниені танып білетін жағымыз екенді, ал екіншісі дүниені танып білген екен іске асыратын жағы болады екен. Көрдіңіз ба? Енді сіз оны екі жағын біліп алғаннан кейін адамда зейін деген нәрсе болады дейді. Міне Ахмет Байтұрсынның мына кітабын алып отырмын мен. Ахмет Байтұрсында былай деп айтады. Адамның дейді, сендер кез келген нәрседе зейінменен жұмыс жасайсыңдар ғой. Енді сондықтан да былай дейді. Адамның зейіні бүкіл ғаламды тануға жұмсалады екен. Дүниедегі бар нәрсені ол танып ұйғарады екен. Сөйтеді екен де, танығаннан кейін адамда ұғым пайда болады екен. Ал ұғымның жүйесі даналық деп аталады екен. Қазір барлықтарыңыз даналық құрып жатсыздар. Батиманы естідің, ойпырмая асыл шөбі бар Батиманы, Абайдың толық адамын, одан кейін толық адам өзі жетіледі, жетілмейтін жағы болады екен дейді. Енді қараңыз, осы жерде Ыбырайдың біз асыл адамын айтып кеттік, асыл шөбін айтып кеттік. Енді мен Ахмет Байтұрсыновқа түсіп отырмын. Қараңдаршы, мен топтастырып отырмын. Мына психологиямен жұмыс жасаған адамдарды. Көрдіңіздер ма? Олар не деп айтады? Би деп айтып қояды. Ұғым ол даналық. Сендер қазір даналыққа есік аштыңдар. Барлықтарың миларың қазір даналықта болып отыр. Даналықтың мақсаты дейді, бөтен ғылымды таниды, бөтен ғаламдың атындағы жұмбақ тіздейді екен. Жұмбақ ол не? Белгілі бір мәселені шешпек болады дейді. Яғни даналықтың ес ұғымы, тиісті жағы сап даналық деп атайды екен. Енді мен қазір сұрайым сендерден. Сендерде сап даналық болды ма, салт даналық болды ма? Қазір сұрайым. Жазып отырыңыздар миларыңызға. Яғни сап даналық болады. Іс ұғымына тиісті жағы, қараңдар, ес. Яғни ес ұғымына тиісті жағы сап даналық болады. Іс ұғымына қатысты жағы салт даналығы болады екен. Сап даналығының жозы екіге бөлінеді дейді. Ол ақылы жетерлік, болмаса жетпестік. Ол зейін жағында салынады. Сөйтетте жаңағы жететін, жетпейтін даналықтарыңыз сіздердің табансыз даналық болады екен де. Сап даналықтарыңыз, салт даналықтарыңыз, ол табанды даналық болып табылады екен. Сонымен сұрақ сіздерге. Қайсысында сап даналық бар, қайсысында салт даналық бар? Ал сұрағыма жауап беріңдер. Апай. Ау. Мен де кішкене кешігіп кірген едім. Түсінбей қалдым. Енді қараңдар. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерін талдап отырғаннан кейін біз бәріміз жаңағы асыл шөп деген нәрсеге тоқталдық қой. Асыл шөбіміз бізде сабырлық болып табылды. Енді біз сабырлық деген нәрсені тек қана сана түрінде көз алдымызға елестеткен жоқпыз. Іспен көрсеткен Батимада салт даналық бар. Салт. Ал анау Зылиқада сап даналық бар. Сап деп отырғаны ол бірде жетеді, бірде жетпейді. Барлықтарыңыз қазір сап даналықта отырсыздар. Өйткені ақылдарың жетеді, жетпейді. Кім эссе жазып бітеді, сол салт болып табылады. Өйткені ол іспен дәлелдейді. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Түсінікті апай. Мен сендерден сұрайым. Балалар,
Асыл шөп қайсыңда бар? Салт даналықтарың қайсыңда жетілдіңдер? Зұлиқа мен Батимаға екіге бөліп тастаймын топты. Батималар қайда деп іздеймін. Сонда басқалар таңғалуы мүмкін. Апай қай тілде сөйлеп отыр деп. Менен бүгін ұққан бала түсінседі. Ертең емтиханда осылай ұстап аламын. Сен Зұлиқасың ба, Батимасың ба деймін. Сен салтсың ба, сапсың ба деймін. Сонда менің сабағыма қатысып, бағасы жоғарылап кетуі де мүмкін ол баланың. Түсінбейтін бала ол түсінбей қалады. Түсінікті ма балалар? Мен қазір Ахмет Байтұрсыннан алдым. Мен үшінші сілтемемді Ахмет Байтұрсыннан қойып қоямын қазір. Міне қараңдар, мен қай жерге нені қоямын. Көрініп тұр ма? Ау. Көрініп тұр, апай. Енді қараймыз, я? Мына жерде мен жаздым. Міне. Зейін бүтін ғаламды тануға жұмсалады. Тануға жұмсалады. Ұғарлық нәрсенің бар жоғын таниды. Ұғым пайда болады. Ұғым жүйесі даналық деп аталады. Даналықтың екі жағы болады. Яғни ол сап даналық болады. Салт даналық болады. Тағы да қайталаймын. Салт іспен дәлел, сап в общем екі ортада тұруы. Я жетеді, я жетпейді оның миына. Көрдіңіз ба? Демек, осы жерде Абайдың дәлдіктермен қоғамдағы толық адамның формуласы қандай статистикада немесе диаграммада біз табуымыз керек. Демек, біз адамдарды топтастыруымызға да болады. Видеоматериалдарды талдай отырып, қарап отырып, қандай керемет айтып отырған адамдар болады. Бірақ ол адам көп жағдайда сөйлеп, босқа айтып, я ісімен көрсетпейтін болса, онда олар я жетілген, я жетілмеген қалпында қала береді. Ол дана болуы мүмкін. Ол есті адам болуы мүмкін. Бірақ ол қандай адам? Қандай адам? Сап даналықтағы адам болуы мүмкін. Ал салт даналықтағы адам, ол міндетті түрде ісін көрсетіп дәлелдейді. Түсінікті ме? Бүгінгі таңда қоғам екіге бөлініп жүргені сол. Қоғам екіге бөлініп жүргені біздегі мына дін саясатындағы жүргендер. Көпшілігі сап болып жүр. Енді соны бетіне ашатын болсақ, діндарларды, салафиқтарды, бахавистерді, бүгінгі таңда діннің саласында жүрген, сендер енді қоғаммен байланыстағы азаматсыңдар ғой, психологсыңдар сендер отырған. Сонда сіздер ана айтып отырған уағызды тыңдап отырған кезде сап оның санасы сап па, салт па екенін ажыратып берсең болады. Айдана өшіріп қойшы ар жағыңды. Түсініп отырмыз ба? Сондықтан да мен мына жерге жазып қойған, мысалы, қоғамдағы волонтердің саны, қор саны, мейірімді жүрек жасап жүрген жаңа курстар, тағы басқа деп, мысалы, бүгінгі қоғамда жетілдіріп жатқан жағына мысалдар келтіріп кетіңдер деп кетемін. Яғни адамның жүрегі ылғи кірлейді екен балалар. Оның мұңға бататын жүрек дейді екен. Толық адам ол оңай емес дейді екен. Толық адам болу өздерің айттыңдар. Мына жерде айттық, толық адам ол қандай? Қиын іс па? Қиын іс пе екен балалар? Иә, апай. Толық адам қиын іс. Сен ертең өмірде осындай қиын істі іздейсің ғой, балам. Тұрмысқа шықсаң да қиын іс болады. Себебі не? Сен тұрмысқа шыққан жолдасың сол қиын істің адамы ма, жоқ әлде мақтанның адамы ма? Оны да ойлайсың. Әйел адам көп жағдайда көп нәрсені ойлайды. Қыз баланың өзінің артықшылығы ер адамнан сол ылғи қиын істе жүреді ғой. Ұят болып қалмасын. Өзгенің тіліне іліп қалмайық. Дейді, көрдің ба? Яғни қиын іс, кемшілік бар. Абай толық емес деп айтпайды. Ол адамдарды бар ғой, сен толық адамсың, сен толық емес адамсың деп бөлмейді. Ол бірақ қана атау береді. Толық адам дейді. Ана толық емес адам, өзі толық емес адам деп емеспін деп біліп алады. Көрдіңіз ба? Сондықтан да Абай толық емес деп айтпайды. Абай толық адамдар. Бірақ қана ереже береді. Көріңдерші өздерің, оқып көріңдерші. Абай толық адамды береді. Екінші жағын айтпайды.
Өйткені ол адамның бәрін жақсы көреді. Өйткені адам Алланың құлы. Сен жамансың деп ешкімге айтпайды ол. Бірақ толық адамға синонимін айтып отырады. Арсыз, анау, мынау деп айтады. Айтпаса тағы болмайды. Өйткені ол жасалған мінезіне байланысты айтады. Қоғамда дурак сөзі жиі кездеседі. Өтірік емес. Яғни дурак деген не ол? Ол ақымақ деген сөз. Жүрек бірден отырып, естіген кезде бірден жүрек отырып қала ма? Бірден отырып қалады. Ахмет те зейін, ес плюс салт, психологтың айтқан мысалдарымен дәлелдейсің. Яғни біздің қазақта бала тәрбиесі, ана тәрбиесі, әке тәрбиесі деген бар. Өте жақсы айттың. Өте жақсы талдаулар жасалып жатыр. Көріп тұрсыңдар ма балалар? Міне осы сияқты талдауменен сен негізгі бөлімде осы сияқты талдаулармен келуің керексіңдер ғой. Мысалы, 21-ші қара сөзінде Абай айтады. Бағанағы оқып кеткен нәрсені айтады. Аз ба көп те дейді, мақтанның екі түрі болады, ол қиын іс екендігін айтады. Енді сол мақтанның нәрсенің, мына нәрсені үлкендік қараңдаршы міне. Жеңіл атан бастық, мен мынаны жүйелеймін. Мен бәрін бағанағы жүйелеп қойдым. Жүйе, жеңіл, мақтаншақ атан бастығына әдепсіз, арсыз, байлаусыз, жетпей жатқан жағы, қоғамдағы ауру, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірік. Құдай-ау, мынаның барлығын жүйеге салып, кесел деп қояды екен. Міне, ол толық адам. Егер толық адам болу үшін, осы кеселді ол аңғару керек екен. Жүйе жасап бердік па, бар нәрсені жүйеледік па? Біздің жаңалығымыз сол. Біздің тапқан жаңалық осы болды, балалар. Міне, біздің бағанадан талдап жатқан жаңалық осы. Біз Абайдың өзіне шекпен киіп қайтарып беріп отырмыз. Кіммен шекпен кидік? Ыбырай Алтынсаринмен кидік. Кіммен шекпен кидік? Ахмет Байтұрсыновпен кидік. Кіммен кидік? Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерімен, ертегілерімен, әңгімелерінен киіп беріп отырмыз. Түсінікті ме? Енді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінезді бойына қорлық біліп, өз ойларындай зор білмек деді. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Көрдіңіз бе? Егер сіз артық болғыңыз келсе, басқаға ұқсамайтын болғыңыз келсе, сізде жаңағы айтқан кеселдің барлығының нормасын сақтай білуіңіз керексіз, сыртқа шығармауыңыз керексіз. Бүгінгі біздің ұлға да, қызға да қоятын талабымыз осы болып тұр. Көрдіңіз бе? Енді ары қарай мазмұны көп сұрақтар қойып тастадым. Енді мазмұнын оқы дейді. Мен тағы да сұрақ қойып қойдым. Әр бетіме ұлттық кодтағы Абай шығармалар сөйлейді деп қойдым. Оның себебі не? Сен әр бетіңді бітірген сайын жоғары жағына өзің тақырыбын жазып отыршы, ұмытпайсың. Бір бетіңді бітірдің ба, жоғары жағына тақырып жазып қой. Мен тақырыбын ұмытып қалмайын. Ана кален тұтылға жазып қой. Мен ұмытып қалмайын деп. Көрдің ба? Енді қарайық. Талқылау. Менің миымда болып жатқан ақпараттың барлық мазмұны бар. Мен қаншалықты осы сұрақты аша алдым. Мен не білдім жалпы Абайдан? Білмесең, аш та оқы дейді. Жақсы. Екі сұрақты мен 10-ын табамын. Өлеңдерден, қара сөздерден топтастырамын. Эмпирикалық қабілетім ашамын. Яғни салыстырамыз, анализ жасаймыз. Біз салыстырдық, анализ жасадық қазір. Одан кейін қоғамға ой жүгірттің бі? Қоғамға ой жүгіртіп көрдім. Бүгінгі батималары көп. Батималар жоқ, злихалар көбейіп кеткен. Салыстырдың ба? Мен салыстырмалы диаграмма жасаймын мен қазір. Одан кейін әрекеттерге баға бердің ба? Сөйттің бе? Абайдың толық адамы қандай екен? Сен іздейсің бе? Сен соған сай келесің бе? Жоқ ба? Көршіңше, әкеңше, ақындар не жырлайды? Адам неге солай болды? Неге толық адамды мінезін сауытын мүжейді? Неге жіктеп мен жазуым керек? Болмай қазір ақымақ дурак переводы саған төмендету, кемсіту, жек көру реакциясын туғызады. Психологияда көмекке келеді. Ғалымдардың адам санасының болмысы ағылшын болып кеткен.
Не айтты? Абайда толық адам, толық емес деген адамға айтпайды. Оны қимайды. Адам өте биік нәрсе. Сөзі трендте. Қазақта Абайды айтқан толық адам, толық емес адам болу керек емес. Соны айтпайды. Бірақ сөзінің бәріне рас па деген сұрақ қояды. Осы бар ма, қолданыста дейді. Міне, ары қарай қарап көрейік. Мен тағы қандай сұрақтар қойдым. Не ақым ғылыми сұрағым қандай? Ғылыми сұрағым қандай? Ғылыми сұрағым қандай? Ұлттық код. Ережесін түсіндірмелі сөзден анықтамалар жазамын. Абай шығармаларын іріктеймін. Мен несін іріктеймін? Толық адам гуманизмін іріктеймін. Ар, имандылық, ұят, қанағат, білім, тәрбие, жүрек, кірлейді, сорлайды дегендердің барлығын қайтем қарастырамын. Көрдің ба, мен қайтадан өзім тексеріп жатырмын. Ертең сенде осылай тексеретін бол. Ең сонда пайдаланған әдебиеттерді мен қайтем жазып шығамын. Міне, ұлттық адам қайтадан жазам. Ұлттық код Абай шығармалары сөйледі. Енді мынандай, мен бұған жоспар құрамын дейді. Мына қараңдар. Толық адам гуманизмін анықтама беремін. Қайтадан жазып жатырмын. Көріп тұрсыңдар ма, балалар? Қараш. Мен өз-өзімді салыстырамын. Абайдың 4-5 жылғы материалдарын қараймын. Эмпирик база әдісін қолданамын. Салыстырмалы әдіс, жалпы логикалық ережелер, гуманизм дегеніміз не? Библиографиялық көрсеткіштерін жасаймын. Енді маған дейін зерттеген лингвистика саласындағы психология, этнопсихология, когнитивный лингвистика саласындағы, одан қалса Джон Кеханың материалдарынан кіріспе бөлімде айтамын. Менің нысаным адам, толық адамды ашу. Абай шығармаларында негізгі бөлімде кетеді. Ережені құрастырамын. Адам, толық адам портретін ашамын. Қанағаттыратын ойлап қой. Кез келген әрекеттерді қанағаттандыратын санаға саламын. Ойлау қажет. Ахмет Байтұрсынов зейін табиғатындағы құбылыстарды тану. Оны айтам. Абайды толық меңгергенде Абайды айтпай, адамдар бизнес жасап ақша табады, мысалы психологиялық талдаулар жасалады деп, мысалы нөр марафондарды берген екен. Міне нөр марафондар тұр ғой. Осы марафонда алып көру керек. Міне. Кооперовать етемде мен қазір түсініп отырмыз ба, балалар? Алло. Апай. Апай, айтсам болады ма? Бізде ПД уже уақыт бітті. Сабақ. Бітті ма? Апай. Так, маған сұрақ бар ма? Жоқ, апай. Қара, неден қашу керек дейді. Бір баршы, тақырыпты өте кең алмау керек. Не туралы екендігін түсініксіз болмау қажет. Бірден бір кілт сөзі болмау қателік. Мысал келтіріңіз дейді. Түсініктіңіз ба? Неден қашу керек дегенге. Міне өте кең алма тақырыпты. Одан кейін сенің сұрағың түсініксіз болмау керек өзіңе. Түсінікті ма? Енді зерттеудің өзектілігі не деген сөз? Яғни өзектілік талданып отырған сұрақтың ғылыми аймағы, ғылыми аймақты тану арқылы зерттеудің мақсаты, өзектілікте бүгінгі таңда зерттеліп отырған жаңалықпен ұштасу керек. Негізгі міндеті практикалық мәнін ашып алу, кәсіби деңгейдің бағасы, ғылыми жаңалығы, практикалығы, гипотезасы. Міне, балалар, мен сіздерге біраз эмпирика база дегенне бұл факт, біздің нобайымыз, бақылауымыз, шығарған қорытындымыз, құрған моделіміз, ғылыми зерттеуіміздің материалы. Эмпирикалық база, бұл базада статистикалық материалдарды айтамыз, барлық қолданған сұрақтарға жауап, тарихи деректемелер, архивтік материалдар жатады. Ақпараттық база алынғанда теориялық сенімдер, яғни библиографиясы қолдану керек. Назарларыңызға рахмет. Сізге де рахмет, апай. 8-ші, 9-ші сабақтардың негізгі идеясы осы. Сондықтан да ұзын қып жасадым. Біле алмай жатқан жеріңізге, сіздерге саналарыңызға құюға тырыстым деп ойлаймын. Сондықтан да келесі сабақта сіздер мынау 4-ші главаны толық қарайсыздар. 4-ші глава бойынша сұраймын, жарай ма? Міне, выбор темы, тематика, заглавление, оглавление, цели, задачи, эмпирическая база 145.
143 бетке дейін 121-ден бөлісіп аласыңдар, 122-ден 143 бетке дейін бөліп алып, менің сабағымда сөйлеңіздер, баға аласыздар, жарай ма? Жақсы апай. Жақсы апай. Жарайды апай. Көп рахмет. Көп рахмет, сіздерге де аман болыңыздар, кездескенше.